Бағалы киімдер. Халқымыздың ұлттық киімдерінің түрлері өте көп. Кең байтақ даламыздың табиғатына, ауа райына байланысты киім түрлерінде де өзгерістер бар. Оның бәріне жеке-жеке суреттеу өте қиын іс болғандықтан біз халықтың көп тұтынатын әрі ортақ бағалы киімдеріне тоқталуды жөн көрдік. Ондай киімдердің бірі тымақ. Тымақ ерлердің қысқы бас киімі. Оңы аңның, малдың терісінен тігеді. Осыған орай ол түлкі тымақ, елтірі тымақ, сеңсең тымақ, пұшпақ тымақ деп атала береді. Бұрын қазақ елі қай жүздің, қай рудың адамы екенін осы тымағына қарапта тани берген. Яғни арғын тымағы, жалайыр мен найман тымағы немесе торғай тымағы, семей тымағы деген үлгілері болған. Тымақ биік төбелі, маңдайы, екі құлағы бар, желке, жотаны жауып тұратын артқы етектен тұратын жылы бас киім. Сыртын берік және жақсы, қымбат маталармен тыстайды. Екі құлағына ызбалы бау тағады. Етегін төбеге қайырып қою үшін тымақтың артқы жағына тобылғыдан немесе арша сияқты берік ағаштан тиек жасап қадайды. Оны құрысқақ дейді. Ескілік киімі деген өлеңінде данышпан Абай былай деп жазған. Күлпара бастырған пұшпақ тымақ, ішкі бауын өткізген тесік құлақ, тобылғыдан кесіп ап, жіппен қадап, артын белге қыстырған бар құрысқақ. Тымақ қасиетті бас киім. Оны айырбастауға болмайды, аяқ тигізбейді. Жақсы кісілердің тымағы атадан балаға мұра есебінде қалып отырған. Бұрынғы қазақтар шала туған баланы неше күні кем болса, сонша күн тымаққа салып кереге басына іліп қоятын болған. Бұл да тымақтың қадірі мен қасиетін бейнелейтін көріністердің бірі деп түсіну керек.